Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге өмір ғажап сериалының бірінші бөліміне қысқаша баяндама жасап беремін. Бұл Шебнем Измирдегі ең атақты, ең бай Рухи ханымның өмірден озғанын көреді және оның үйінің алдында тұрады. Ол дереу үйіне келіп, үй қызметшісі Рохоны шақырып, сен мүлде тоңазытқышқа қарамайтын болыпсың, барып базардан керек заттарды алып кел деп үйден шығарып жібереді де өзі айласын іске асыруға кіріседі. Себебі ол Рухи ханымның үйін алғысы келеді. Сол себептен ол үйдегі су құбырын жарып жібереді де өзі дайындалып сыртқа қарай шығып кетеді. Сыртқа шығып бара жатып, күйеуінің ең жақсы көретін портретін суға итеріп кетеді. Баласын сабақтан алып келген Шебнем үйге кіріп келе жатып, үйдің су басып жатқанын көріп, өтірік эмоциялар беріп таң қалады. Сол сәтте Шебнемнің қызы мен үй қызметшісі Рохо келіп Шебнемге болған жағдайды айтып жатады. Шебнемнің күйеуі келіп үйді көріп шошып жатады және портретті көріп көңіл күйі түседі. Бұл жерде екеуі портретті ашып көріп жатады, бірақ Шебнем өте бақытты болып тұр іштей. Күйеуін жұбатып жатады да айтады, мен үйге қызметшілер жалдап үйді тазартамын дейді. Мына жерде Шебнемнің енесі Айсел келеді. Ол екеуі бір-бірін өте қаттаса жақсы көрмейді, бірақ күйеуінің көзінше жақсы қарым-қатынаста болғысы келеді. Келесі күні таңғы аста Шебнем күйеуіне келіп Рухи ханымның үйі жайлы айтып жатады және оны сол үйді сатып алуға көндіреді. Мына жерде көшіп келіп жатады. Шебнем балаларына уақыт бөлгенді қатты жақсы көреді. Бұл мейрамханада отыратын үш бикеш. Олар Шебнемнің жаңа үйді алғанын өсектеп отырады. Шебнем өзінің жаңа үйінде журналистерге сұхбат беріп отырады, балалық шағы жайлы айтады. Бұл Шебнемнің кішкентай кезі. Анасының боянғанына қарап қызығып тұрады да сұрайды одан анасынан, мен де далап жақсам бола ма деп. Анасы рұқсат беріп жағайын деп жатқанда қызына қарап, ұсқынсызсың, кет жоғалары деп үйден қуып жібереді. Бірақ Шебнем анасының өте мейірімді болғанын журналистерге айтып отырады. Бұл Шебнемнің бой жетіп қалған кезі. Ол әкесінің дөңгелек жөндейтін жұмыс орнында дөңгелек тасушы болып жұмыс істейді. Бұл әкесінен айлығын алып жатқан кезі. Ол мектепке кетіп бара жатып, досына соға кетеді. Және де дос екеуі сөйлесіп тұрғанда артынан Ниязи келіп қалады. Ниязи Шебнемді жақсы көрмейді, оған тиісіп ақшаларын тартып алады. Мына жерде Ниязи Шебнемді бір теуіп құлатып, ақшасының бәрін алып кетіп қалады. Және де ауыр-ауыр сөздер айтып, оған тиісіп кетеді. Шебнем ары қарай оқуына кетеді. Бұл Шебнем оқитын Измирдегі мектеп. Бұл құрбысы өте бай әулеттен шыққан. Және де оны үйіне шақырады. Шебнем оның үйіне барады. Өзі кейде әулеттен шыққаннан кейін оның үйін қарап қызығып жүреді. Анасы аса қатты жақтырмайды. Мына жерде Шебнем үйді қарап жүргенде асханадан құрбысының анасын көріп, соған әңгімеге кетіп қалады. Екеуі әңгімелесіп жатқан кезде Шебнем мен де осындай бай үлкен үйде тұрамын деп айтып жатады. Бірақ Шебнемге құрбысының анасы ауыр сөздер айтып тиісіп бастайды. Сенің ата-анаң кедей, менің ата-анам бай болған, сондықтан мен баймын. Сен қанша көп жұмыс істесең де бұндай жағдайға жете алмайсың дейді. Бірақ Шебнем журналистерге мені ешкім кішкентайымнан ренжітпеген деген сияқты сөздер айтып, өтірік сұхбат беріп отырады. Мына жерде Шебнемге құрбысының анасы менің қызымнан аулақ жүрмесең, мен сені өлтіремін деп жаман сөздер айтып тұрады. Шебнем математикадан олимпиадаға өтіп, ағайымен сөйлесуге кіріп келе жатқанда құрбысының анасын көріп түрі бұзылып кетеді. Анасы да оған жаман көзбен қарап шығып бара жатады. Шебнем ағайымен олимпиада жайлы сөйлесуге кіріп келе жатқан кезде ағайының көңіл күйі жоқ болып Шебнемге қысқаша ғана сөздер айтып жауап беріп отырады. Және Шебнемге сен барасың ба олимпиадаға деген сияқты сөздер қояды. Қазір бәрін ақша шешеді деп оны шығарып жібереді. Шебнем құжаттарын қоқысқа тастап кетіп бара жатқанда құрбысы жүгіріп келіп, мен де Швейцарияға баратын болдым деп оны құшақтап жатқанда Шебнем құрбысын итеріп кетіп қалады. Себебі анасы ағайына ақша беріп кеткенін түсінеді. Мектептен шығып кетеді. Аялдамада автобус күтіп тұрады, бірақ адамның көптігінен оған кіргісі келмейді. Жанына қарағанда өте бай ауқатты жігіт қызды алып кетіп бара жатқанын қарап, өзі де сондай болғысы келіп армандап тұрады. Бұл жерде Шебнем досына келіп, сөмкесін бір теуіп, досына мен мектептен шығып кеттім, менің арман мақсаттарым көп, бірақ оған біраз уақыт пен ақша керек деп кино бітеді. Маған тіркеліп қойыңыздар, ертең екінші бөлімін салатын боламын. Рахмет.